Қайырлы күн баршаларыңызға. Біз бүгін сіздермен ошақта піскен құзғұйрық саңырауқұлақ дайындайтын боламыз. Көктемгі жауыннан кейін өте көп қаулап шығатын саңырауқұлақ дәмі өте әдемі болады. Ол үшін осылай 3-4 бас пиязымызды турап аламыз, ірілеу етіп. Одан соң жуылып тазаланған саңырауқұлақтарымыз осылай ұсақтап, орташа үлкендікте турап аламыз. Қаласаңыздар үлкенде қылуға да болады. Сосын картоптарымызды дәл осылай ортасынан 2-ге, одан соң 4-ге бөліп, осылай орташа көлемде 4 бөліштілеп турап аламыз. Енді ошақта қызып тұрған майымызға пиязымызды құйып, пиязымызды салып, қызып тұрған майдың үстінде 2-3 минуттай қуырамыз. Сол аралықта пияздың өзі қызыл түске еніп қалады. Міндетті түрде майды қыздырып алыңыздар. Мінекей дәмін деген айта алмаймын. Ешқандай дәмдеуіштерсіз де ошақта пісірсеңіздер дәмі өте керемет болады. Осылай пиязды қуырып болғаннан кейін үстінен осылай саңырауқұлағымызды салып, бір 15-20 минуттай жақсылап қуырамыз. Саңырауқұлаққа міндетті түрде тұз сеуіп алыңыздар. Дәмі өте әдемі болады. Саңырауқұлаққа салынған кейін дәмі деген енді суымен сыртқа шығып, тіптен керемет болады. Міне осылай саңырауқұлақтарымызды қуырып аламыз. Жалпы ошаққа піскен кез келген тамақ өте дәмді болады. Осылай саңырауқұлақтарымызды қуырып аламыз. Міне байқасаңыздар, суы шығып жатыр. Тағы да 2-3 минут қуырылғаннан кейін су құйғандай болып, суы бетіне шығады. Сол аралықта оттың астын қаттырақ қойып, егер газде болса, қаттырақ қойып қуырсаңыздар, міне суы шығып қызарады. Біздің саңырауқұлағымыз сарғылт түске ену керек. Міне байқасаңыздар, суы тартылып, саңырауқұлақ қызыл түске еніп жатыр. Міне енді осы кезде үстінен картопымызды салып, тағы да 5-10 минуттай кішкене қуырып аламыз. Картоп пен саңырауқұлақты неғұрлым көп қуырылған сайын соғұрлым дәмді болып шығады. Міне осылай картопымызды салып, тағы да 5-10 минут қуырып аламыз. Барлық керек заттарды төменгі описание бөліміне қалдырамын. Егер сізге видео ұнап жатса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Енді осы уже біздің отымыздың асты баяулап жатыр. Енді осы баяу оттың үстінде тұрған картопымызға кішкене суымызды құйып, бір кесеге суымызды құйып, жақсылап кеңдердің алдында міндетті түрде осылай шекерін жинап аламыз. Дәмі ерекше болады. Егер сізге видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Дәмі деген өте ерекше. Міне осылай кішкене су құйып, бетін жақсылап жауып, кеңдеп қоямыз. Жарты сағатқа оттың астын баяу қоямыз. Енді ошақта піскен тамақтың дәмі өте керемет болады. Ешқандай ет қоспаймыз. Ет қоспасақ та тамағымыз өте дәмді болып шығады. Себебі саңырауқұлақтың құрамында еттің калориясы бар. Мен осылай ыдыспен періп қойдым. Міне отымыздың асты баяу от. Міне енді жарты сағаттан соң қазанымыздың бетін ашып, ыдысымызға салып, қалауларыңыз бойынша әрлеп, сәндеп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі өте керемет. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Түбі жабыспаған, ешқандай да қатпаған, түбі өте әдемі болып шықты. Дәміне сөз жоқ. Неке осылай ыдыстарымызға салып ұсынатын боламыз. Дәмін деген айта алмаймын. Достарыңызбен бөлісуге болады. Мінекей енді қалауларыңызша пияз сеуіп, укроп сеуіп, отбасыларыңызды қуантсаңыздар болады. Менің арнама тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.